қаттамаңыз ештеңе. 300 теңгеден есепте. 1000 теңге. Ана кредит картам одан наличка. Тарат. 20 каттам, 10 каттам алсам 5 евро. Қойда. Қалада. Қалада. О нешінші жылдар болатын уақыт? Осы қалаға қалай. 10 жылдар өшпейді. 2010-да саттыңыз. Қаттама алды. Әлі де магазин бар. Қаттама бар, иә. Майсасы көтті. Өзіңіз цех ашамыз ба? Өзіңіз цех ашып көрмедіңіз бе? Иә, ол иіс шығады ғой, май қаттама пісірген. Ана пирожкиңізді бір қайттан жасана, Қаратаста неде шарапханада саттыңыз ғой, соны бір айтып берсеңіз қайттан. Жоқ, ана не қылдыңыз ғой? Пирожки істегенде анаған обмен жасаймын дедіңіз ғой, барып айран саттырғанда. Оған неше пирожкиге бір айранды ауыстыңыз сол? Енді неше пирожки? 25 теңгеден болса, 50 теңге. 2 пирожки бересіз, анадан бір айран алып, бір баклажка айран аласыз. Ал тағы бір сұрақты, бұл кезде ана Байекең не істеді сіздің жолдасыңыз? Ол не жұмыс істеді? Қандай? ПМК. Андай запчастарды құрады, бар, обслуживать. Мен ПМК-ны естім, андай алыс передвижной, механизованный, колонна екен. ПМК солай түсінеді маған бір кісі. Ол бара дегенде, совхоздан, колхоздан сол кезде қора керек екен. Мәдениет үйі болса, мәдениет үйіне сондай заявка береді екен ғой. Сода не болып істеді күйеуіңіз? Айту, рабочий. Мен мектепте завхозда істедім. Мектепте завхоз болмаудан кейін, ПМК тарағаннан кейін. ПМК тарағаннан кейін. Одан кейін Шымкентке шарапхана көшпегеннен кейін, әшейін ана бір жақтарға барып, балаларға істеп береді. Болмаса жаңа машинамыз бар, мен апарып тастайды, мені алып береді дегендей да. Сіздің личный шоферіңіз болды дейсіз ғой. Ол да жақсы. Қалаға келгеннен кейін Көліктеріңіз болды сол кезде? Өздеріңіз? Күшті, молодец. Охрана. Баласаға не болды енді қазір қалай? Немеремнің алды 24 жасар. Мықты. Апа мықты. Молодец. Ақтөбеден келіп біздің оңтүстікте келім болып тандырған нан жауып, Аллаға шүкір. Зор ғой? Зор, мощный ғой? Мен негізі Өзбекстанда туылған. Қазақстанға келдім. 5 жасымда, 5-ші класста. Оның 1.90 кеп оқығанда балдармен төбелесіп қаласыз ғой енді. Класстармен ренжіп кетіп, қайтып кеткен Өзбекстанға. Кейін бір жылдан кейін әке-шешем барды. Балам 5-ші класс оқып жатсын. Ол жақта қазақтар көп. Өзбекстанда сол кезде байқадым да. Көкелерім, ағаларым оқу бітіреді ғой, мектеп бітіргеннен кейін. Оқуға түсем айтты. Неге десем, бөледі дейді. Сен қазақсың, мынау өзбексің дейді. Сөйтіп өзбек талап дейді. Ойлана бастадым, мен кішкентай болсам, сол кезде ойым болды да енді. Қазақстанға барсам, қазақтарына түсем, өсіп көтерілуге мүмкіндік болады дедім да. Сөйтіп тәуекелдеп қайттан келдім, төбелескен классыма. Төбелескеннен кейін танимын ғой балаларды енді. Сөйтіп араласып, жақсы не қылып кетті ғой Құдайға шүкір. Иә, сөйтіп сонымен жақсы оқыдым, жақсы мектепте оқыдым. Қазығұртта дары мектеп бар ғой. Сол жерде мен 2007-те бітірдім сол жерде. Бітіріп Астанаға кеттім грантпен. Астанада 17 бала түстік сол жылы. 2007-те. Біз ең көп түскен рекорд қой короче, апа. Біз түскен жылы 41 бітірсек, соның 17-сі Астанадамыз. Күнде бір класстасымда университетте көремін. Күшті ма? Жақсы, қардың ашама бір қыздарға барасың, жатақханасына барасың. Бір көмек керек па, бір класстасыңа ноутбугын беріп тұрды.
сөйтіп ана ауыл біздікті былай оқып жүрдім. Қазір Қазытта тұрамын. Отбасым бар, үйім бар, құдайға шүкір, әке шешем алып берген. Үйім Қабылбеков көшесінде. Қабылбеков көшесінде. Мына болашақ мектебінің арт жағында. Ол жақтан шығарады. Бала-шағам үшеу болды Аллаға шүкір. Келіншегім баламен үйде қарап отыр. Менің жағдайым жасап отыр. Бала-шағаның мен ол кісінің жағдайын жасап, осылай ары беріп жұмыс істеп жүрміз Құдайға шүкір. Сондай. Астанада оқығанында пайдасын көріп отыр. Ол жақта да істеп келдік. Ана қызыңызды біздің жігіттерге айтсақ қалай olur? Жоқ, мақұл, оқуды бітірсе. Қанша уақыт? 2 жыл. Колледжден кейін 2 жыл, 3 жыл оқымай ма негізі? Жоқ, 9-дан кейін бардым. 9-дан кейін? 11-ші класс екен да қазір есептен бойынша? Одан кейін ол универге тапсырды. Мектепті қысылмай колледжде қысылмай бастауыш жеңіп алып десің. Колледжде қазір оқып жатыр. Енді университетке әрі кетіп қалды Құдай қаласа. 4 жыл үшін 4 жыл оқиды десеңізші әлі. Күтпей ақ қойыңдар оны десеңізші. Басқасын көреміз biraz. Анау інім бар да бір кездері андай. Көпір емес па? Үлкен көпір ғой. Айтқанда нелі болсын? Сіз әңгімелеп әңгіме қылып отыр. Біз кеше ғана келіп біттік. Қазір уже кеше де келдік. Нелі болсын өзіңіз? Қай елдің қыз? Мен өзім. Найман, Әлім? Мен Шөмекей. Шөмекей, Әлім. Әлімден тараған Шөмекей. Шөмекейдің ішінде Қаратамыр деп көрдім. Рамадан. Рамадан болса мен классасының әкесін танитын шығар Шарапханада. Ермек деген классасым бар да, Тұрсынбаев. Танитын және күйеуіміз ол кісі. Шарапханада отырғансыздар, оны танитын. Әкімшілікте еді ол кісі, Қазытта. Таниды. Жастарды танымаймын. Қай жылғы? Жоқ, әкесі сол 60. 89 ғой? Мен класстасым. Ермек деген 89. Әкесі Акиматта істеген. Бірақ неше жыл қалдық қой қалам. Күйеуіңіз жақсы, күйеуіңізбен отырып кейін не ған. Алматыда оқып, Алматыда танысып қалдыңыздар. Күйеуіңізбен. Шәкір ғой негізі. Сізді қалай былай аққа ұшып келді ма? Сізді аққа ұшып келген жоқ? Келісім бойынша десеңіз, кәкіштік. Анау қалың мал не болды сізде? Жоқ қой қалың мақты. Сон ана Байекеңнің есептеген ау деймін да, сол шофер болғаннан кейін. Білмеймін де. Жоқ, екі жақ Құдалық болды, иә? Бәрі. Той болды, құдалық болды, бәрі болды. Бірақ Ақтөбеде бәрібір де келісім деген нәрсе болады ау сіздерде? Қалың мал болмағанмен мен батыста естігендерім, группаластарым айтады да, бізде келісім деген болады. Келісім дегенде анау қыз жақтың әпкелеріне, інілеріне, бауыр туысқандарына алтын таға деген, костюм кигізеді, қымбат шуба, норка дейді ғой. Сондайлар кигізеді екен. Сонымен есептесеңіз, сол біздің қалың мал шыға деген да. Ана сүті деген болады. Иә. Әкеге мініп береді. Әкеге не үшін? Қараған үшін қызына сөйтіп тәрбиелейді. Бүткіліне шешесіне шуба, комплекті, комплекті,
Ақтөбеде қазір қандай болатыр қазір келісім? Мен ініме бар ғой сенсеңіз, Өзбекстаннан 3,5 миллионға келді. 4 миллион деді ғой, 4 миллион. Әйелім жылайды, мен арзанға келіп қалғам деп. Неге десе? Бірақ ол кездегі курспен жақсы екен әйелім. Қазір енді 400 мың бергенмін. Қазір 400 мың, сол 2000 доллардан есептесеңіз, 2000 доллардан асады. 480 доллар. Мен сол кездегі мен 2,5 доллар бергенмін да, мысалы 2,5 мың қазір долларыңыз миллион қанша теңге болып кетті ба? Ол да сен нормальный дегенде нормальный кигесің деп жатырмын да, әйелім есе. Ол кісі ренжиді ғой бір. Ойбай, мен не қылмағам деп. Арзан келіп қалғам деп. Қазығыр асуы, қазығыр. Иә. Қазығыр асуынан келіп жатыр.